Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Жантөре. Бүгін біз осы үй салудың екінші бөлімін түсіретін боламыз. Ендеше бастаймыз. Бүгін осында біз мынандай үй ойнайтын боламыз. Яғни мен басқа бір үй салған болатын, ол үйден шығып кеттім, яғни достар. Ана жердегі достыққа мән бермейді ғой. Аштыңғы су кетіп отыр достар, сол баяғы. Мен де қазір үшінді осындай үйге келіп жеттім мен. Енді достар, өте күшті үй. Былай секіріп кетейік. Секіріп кетсек қалған жақтан. Дөрліп қалған ба? Достар, енді былай мына жерге отыруға болады, былай или мынасында жүруге болады, или жүріп біратып троллинг етіп былай түсіп кетуге болады, түсіп кетуге. Достар, сөйтіп қатып қоямын өзім. Енді достар, бүгінгі серияда біз үшін тамағымыз бар, яғни. Ендеше бүгінгі бөлімде мен осы үйімді көрсететін боламын достар. Енді бұл өте оңай жасалған үй емес, бұл қиын. Примерно 4-5 сағатта салынған үй ғой. Мен бірінші андай. Осыны ойластыруға да мен бір 15 минуттай уақытым кетті ғой. Мына жерді осылай ойластыруға. Мен бірінші материалды жинап алдым да сосын үйге кірістім. Ал енді мынаны творческіден салғам, оны бәрі біледі. Мынаны өзім істедім. Мына кнопканы үйме жүрген. Так, үйді мен далаға шығып шамалы таныстырып кезем. Білесіздер, енді ана жақтан бұлай кіреміз. Кіргеннен кейін осылай жүреміз де. Мына жерде бір андай жаздарда демалып жататын жерлер болады, адамдар солай жатасын. Мұнда болса солай коридор бұлай қарауға болады. Именно үстін ашық болуға болады, бүйтіп қарап. Былай қарап тұруға болады. Осылай. Ал енді мына достар, бұл жерде 4 адамға арналған төсек. Мына жерде жаңа айткендей тамақ жейтін стул. Мына жерде киімдер қоятын стул. Ана жерге сундук. Ана жерде шахта достар. Ана қазір түн болғаннан кейін ұйықтайық. Так, достар, енді осы видео ұнаса әрине лайк. Келесі бөлімде тағы да выживать етейіндер. Осы видеоға 7 лайктан жинап кетеміз. Ал сосын қандай выживание келесі уақытта шығаратымызды сіздер комментқа жазып кетіңіздер. Ал осымен менің видеом аяқталды достар. Всем пока. Әрине 7 лайк. Мен сіздерге сенем. Және де каналыма тіркеліп подписаться кетіңіздер. Және де болса арнада жақында ойындардан, тағы да басқа Майнкрафт емес, басқа да ойындардан видеолар шығатын болады. Соны күтіңіздер. Ал және де мен сіздерге бір айтарым, Бекашев пен және де блогер Ади каналдарына жазылып кетіңіздер. Олар менің достарым, және де екеуі менің сыныптастарым, яғни айтқанда біреу менің сыныптасым емес, енді Бекашев канал. Ал блогер Ади менің сыныптасым. Сондықтан
соларға тіркеліп кетіңіздер. Және де подписаться, жет лайк, комментарий. Всем пока.